30 маусым дене шынықтыру және өнер факультетінде виртуалды зертхана ашылды. Спорттық кабинет профессор, медицина ғылымдарының докторы Смайыл Нүсіп Наутайұлының атына берілді. Нүсіп Наутайұлы 30 жылдан астам уақыт Илья Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде жұмыс істеген. Студенттерге медициналық биологиялық циклдан дәрістер оқыды. Жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеудегі маңызды жетістіктері үшін КСРО денсаулық сақтау ісінің үздігі, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі, Ыбырай Алтынсарин төсбелгілерімен жоғары білім жүйесінің дамуына қосқан үлесі үшін және оқулық жазудағы көп жылдық еңбегі үшін Ахмет Байтұрсынов медалімен марапатталған. Ашылу салтанатына университет басшылығы, профессордың әріптестері мен жақындары және Нүсіп Наутайұлының өзі де қатысты. Зертхана білім беру бағдарламасында дене шынықтыру және спортта жоғары білікті мамандар даярлауға қажетті жағдай жасайды. Сонымен қатар адам анатомиясы және физиологиясы, спорттық медицина саласындағы жаңашылдықтың жоғары деңгейімен ерекшеленетін теориялық білім мен практикалық дағдыларды қатар ұштастыруға зор мүмкіндік береді. Самал Ашырбекова, Ділмұрат Құйзатұлы, оқу телестудиясы.